4 ақ апельсиннен 10 литр сок дайындалады. Ол үшін ең алдымен қантқа қайнаған су құйып қоямыз. Тоңазытқышқа алдын ала салынған апельсин лимонымызға қайнаған су құйып қоямыз. Кейіннен оны ұсақтап тұрып, мясорубкадан өткізіп аламыз. Міндетті түрде тоңазытқышқа салу керек, сонда согымыз шықпайды, өзінде сақталады. Тазартылған суды құйып, араластырып, ситадан өткізіп, суын сығып аламыз. Қайтадан су құйып, қайтадан ситадан өткізіп, шырынын алып тұрамыз. Шамамен 3-4 мәрте қайталаймыз. Кейіннен қант езілген 2 литр суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. 10 литр шырынымыз дайын. 10 литр шырынымызға 4 апельсин және 1 лимон кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте пайдалы және өте дәмді. Сіздермен бірге болған Зухра Алдияр.